Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисін айтқанына шүкір дейсің кей кезде ше. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады бірде отырып сахабаларына: егер де Аллах тағала қияметте дейді, адамдарды әділдігімен есептейтін болғанда дейді, адамдардың ешқайсысы құтылмайтын еді дейді. Адамдардың барлығы тозаққа түсетін еді дейді деп айтқанда. Сонда сахабалар айтады: я Расулаллах дейді, сіз де ма дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Мен де дейді. Егер де Алланың рахметі, мейірімі, шапағаты болмағанда, мен де солайын боламын дейді. Ағайындар, өмірде ешкім Алланың ұлылығына лайықты құлшылық жасай алмайды. Ешкім, ол пайғамбарлар болсын, ол періштелер болсын, ол кез келген нәрсе. Пайғамбарлардан періштеден артық басқа не айтамыз? Ешкім Алланың ұлылығына құлшылық, ұлылығына, құдіретіне лайықты түрде құлшылық жасай алмайды. Аллах бізге Алланың ұлылығына лайықты түрде құлшылық жасауға бұйырмаған сол үшін. Өйткені олай ешкім істей алмайды. Бірақ сонда да біз пенделікпен әйтеуір бір нәрселер істеп жатыр қоя. Сол бір нәрселерді істеп жатсақ та Құдай бізді былай айтқан кезде пендем ғой осы, шамасы осыған жетіп барып тұр ғой деп қабылдап жатқан Аллаға мақтаулар болсын ше. Әйтпесе біздің ешқандай тірлігіміз ол Құдайдың разылығына татитын тірлік емес ол негізі ше. Ешқандай тірлігіміз. Бүкіл әлем жабылып Аллаға сәжде қылса да, Алланың ұлылығына лайықты нәрсе жасай алмайды. Бірақ қараңыз, Алланы бізге беріп атқан Алла, ішкізіп атқан Алла, жегізіп атқан Алла, жүргізіп атқан Алла, кигізіп бәрін істеп жатыр да, еще біздің құлшылықтарымызды бізге жаратып беріп атқан, бізге сол құлшылықтарды орындауымызға мүмкіндік беріп атқан тағам кім ол? Ол да Алла да. Еще осы нәрсені Алланың, былай айтқанда, бүкіл нәрсені бізге өзі істеуімізге жәрдем беріп, істеп болған екен, молодец деп сауап беріп атқан да Алла да. Біз өзіміздің бір ініміз бір жұмыс істеп жатыр да. Сен болған жәрдем беріп, ақырында ол сенің жұмысын бітірдің бесе, не дейміз оған? Сен істемедің ғой, мен істедім бұл көкеу деп ұрсамыз ғой оны. Бірақ Аллах тағала бізге бүкіл нәрсені беріп жатыр, денсаулық, абырой, жұмыс істеу, құлшылық қылу, ғибадат жасаудың бәрін бізге жаратып беріп жатыр да, сосын істеп барып бүйтіп тұрмыз да біз. Алла қабылдашы деп. Бірақ ол Алла мейірімділігі соншалықты оны қабылдап, еще оған сауап беріп жатыр да ше. Алланың рахметі болмаса, Алланың бізге мейірімі болмаса, Аллах тағаланың бізге латиф дейді ғой, жалпы бізге жұмсақтығы болмаса, біздің ешқайсымыздың Алланың ертең қияметте тозағынан құтыла алмаймыз ағайындар.